кез келген адам сүрінеді. Сәби алғаш аяғын тәй-тәй басып жүре бастағанда 1000 рет құлайды. 7 жасқа дейін жерден таяқ жейді. Егер деймін де, сол сәби ойласа, жүру деген мен іздеген нәрсе емес екен, менің қолымнан келмейді, қоя саламына осы, еңбектеудің өзі жетіп жатыр деп. Қандай ақмақтық болар еді, иә? Сол сияқты кез келген адам өмірде сүрінеді. Онсыз бола ма? Сүрінгендердің ең жақсысы орнынан қайта тұратындар. Адам не үшін сүрінеді? Сол сүрінген жері оның әлсіз тұсы болып табылады. Соны жетілдіру керек, жеңу керек. Өмір әрдайым жетілу, үздіксіз дамудан тұрады. Мақсатыңыз айқын болсын. Мақсаты бар адам жолдағы тікенек пен майда тастарға. Моя умница. Ежи она мне, неженка.